Піл мен маймыл ертегісі. Піл мен маймыл ну орманда өмір сүріпті. Олар бір-бірін сыйлап ренжітпейді екен. Бір күні екеуі өздерінің қандай артықшылықтары бар екенін айтып дауласып қалады. Мен үлкенмін, бойым таудай, күшім де көп, деп мақтанады піл. Ашулансам бар ғой, қандай жуан ағаш болса да, тамырымен суырып аламын. Сен мен сияқты мықты емессің, дейді піл. Мен күшті емес шығармын, бірақ ептімін, дейді маймыл ренжіп. Ағаштан ағашқа жақсы секіремін, ну орманда еркін жүремін. Осылайша піл мен маймыл өздерінің қасиеттерін айтып ұзақ таласады. Бірін-бірі тыңдамайды. Бірінің айтқанына екіншісі көнбейді. Өздері бір шешімге келе алмай, орманның ең ақылды дана тұрғынының ойын білгілері келеді. Сөйтіп, екеуі жуан емен діңінің қуысында отырған үкіге барады. О, орманның ақылгөйі, дейді піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. Мына маймыл екеуміздің таласымызға өзің төрешілік айтшы. Не жайында таласып жүрсіңдер? Деп сұрайды үкі. Сол кезде жылдам қимылдайтын маймыл пілден бұрын. О, орман данасы, біздің дауымызды шешіп берші. Мықты болған артық па, әлде епті болған артық па, дейді. Мұны естіген үкі піл мен маймылдың не үшін таласқандарын, неге бір-бірімен келіспей қалғандарын түсінеді. Сәл ойланған соң, бұл жай сөз, оны істеріңмен көрсетулерің керек. Сендерді алдымен сынайын, ойымды содан соң айтамын, дейді үкі. Сонда сен бізді қалай сынайсың? Деп сұрайды піл мен маймыл. Үкі екеуіне кезек-кезек қарайды. Содан соң қалай сынамақ болғанын айтады. Екеуің мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір оның жемісі уылжып пісіп тұр. Сендер өзеннен өтіңдер, сол алма ағашынан алма теріп әкеліңдер. Мен сол алмаға қарап отырып, төрелігімді айтамын, дейді. Піл мен маймыл өзенге қарай жүреді. Келсе, өзен сарқырап, жылдам ағып жатыр екен. Маймыл оған қарап тұрып, өзінің өте алмайтынын біледі. Сол кезде піл оған, кел, менің арқама мін, дейді. Мен таудай үлкенмін, күштімін, ауырмын, өзеннің суы мені ағызып әкете алмайды. Маймыл қуанып кетеді. Ол пілдің үстіне шығады, ал піл еш қиналмай өзеннің арғы бетіне өтеді. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. Қараса, алма ағашы өте үлкен екен. Бұтақтары да биікте тұр. Алмаларын ағашқа өрмелеп шықпасаң, теріп алу мүмкін емес еді. Піл алма термек болып, тұмсығын әбден созады, бірақ бірде-бір алманы ала алмайды. Ол енді не істерін білмей мұңаяды. Сол кезде маймыл, мұңайма, қазір мен алма ағашының басына өрмелеп шығамын. Оның басындағы жемістерді жерге түсіремін. Сен жинай бер, дейді. Маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштың басына өрмелеп шығады. Алмаларды үзіп, жерге тастай береді. Ал піл оларды теріп бір жерге үйіп қояды. Сөйтіп, бар алманы теріп болған соң екеуі кері қайтады. Өзенге келген кезде маймыл жиған алмаларды құшағына қысып, тағы да пілдің арқасына мінеді. Піл балпаң-балпаң басып, өзеннен тағы да қиналмай өтеді. Екеуі алып келген алмаларын үкіге береді. Содан соң ол қандай төрелік айтар екен деп күтеді. Сонда үкі, маймыл, сен мына суы қатты ағып жатқан өзеннен қалай өттің? Деп сұрайды. Мені піл арқасына мінгізіп өткізді, дейді маймыл шынын айтып. Дұрыс екен, піл өте үлкен, бойы таудай, әрі күшті, сондықтан оны бұл өзен ағызып кете алмайды, деп үкі маймылға қарайды. Маймыл келісіп басын изейді. Содан соң үкі пілден, ал піл, сен айтшы, биік ағаштың басындағы алмаларды қалай теріп алдың? Деп сұрайды. Піл де үкіге бар шындықты айтады.
Менің бойым жетпеген соң, дейді ол. Маймыл ағаштың басына өрмелеп шықты. Алмаларды үзіп жерге түсірді. Мен жинап тұрдым. Міне, көрдіңдер ме? Күштен де, ептіліктен де артық нәрсе көмек. Егер сендер бір-біріңе көмектеспегенде, мына алмаларды теріп әкеле алмас едіңдер. Жалғыз күшпен, немесе тек қана ептілікпен жеңіске жету мүмкін емес еді. Осыны ұмытпаңдар, дейді үкі. Дұрыс, деп піл мен маймыл да онымен келіседі. Сонда үкі, піл, енді сен күштімін деп мақтанба, ал маймыл, сен ептімін деп мақтанба. Әрқашан бір-біріңе көмектесіп тұрыңдар. Тату өмір сүріңдер. Себебі достықтан артық күш жоқ, деген екен. Соңы.